Хош келдіңіздер арнама. Өзге ұлт дәрігерлерінің сұхбаттарынан аударма ұсынамын. Бүгін теплый полдың зиянды жақтарын айтып өтемін. Теплый пол шетелдерде, мысалы Россияда, ол жақтарда бізге қарағанда азырақ. Олар бізден алдын мұны қолданып сынап, зиянды жағы көп болғандықтан қолданыстан алып тастап жатыр. Теплый полдың зиянды екендігі дәлелденіп жазылып жүр. Бірінші зияны: алдын ағаш еден қолданған болсақ, ол еденді бар салмағымызбен табанмен басқанда серпімділікті сезінетін едік. Ал теплый полда олай емес. Ол қатты материалдардан жасалады, мысалы цемент, кафель сияқты. Физика заңы бойынша бар салмақпен табанды қатты жерге басқанда салмақ кері қарай омыртқа буындарға қайтады. Ол өте зиян, яғни омыртқа буын ауруларын әкеледі. Екінші зияны: теплый полдың аты айтып тұрғандай, ол ысытады. Оны құрып жатқанда байқасаңыз, пластмасс шланганы еденге спираль секілді орнатып шығады. Одан ыстық су өтіп тұрады. Еден түгелдей ыстық болып тұрады. Сезіп жатқан ыстықтық бұл сіздің температураңыздан да ыстық. Сіздің температураңыз 37-38 градус. Сырттан өлшегенде 36-6 болады. Ал ішкі қанымыз 40 градусқа дейін барады. Бір нәрсені ұстағанда ыстықты сезсек, онда ол 40 градустан жоғары деген сөз. Теплый полдың градусы 60-70-ті көрсетіп тұрады. Ыстық бар жерде булану бар. Ыстық бар жерде ылғалдылық болмайды. Бөлмеде адам денсаулығы үшін 55-60% ылғалдылық қажет. Сол үшін ылғалдылықты сақтау үшін арнайы құрылғы қойылады. Ол болмаса бөлменің ауасы құрғап кетеді. Құрғақ ауада балалар да, кейде үлкендер де аллергиялық жөтелге тап болады. Терлері құрғап, шаштары төгіледі. Диатез, яғни майда бөртпелер шығып кетеді. Шашта қайызғақ, перхот пайда болады. Терінің аллергиялық аурулары пайда болады. Теплый полы бар бөлме тек құрғақ ауадан тұрады. Ағзаның шырышты қабатын құрғатып жібереді. Ауыз қуысы құрғап қала береді. Тез шөлдейтін боласыз. Жемістерді жаз айларында сыртқа жайып қақ жасағандай денеміздегі суды жоғалтамыз. Бұл процестерді күнделікті байқай алмауыңыз мүмкін. Жаймен қаныңыз қоюланады. Қан айналым бұзылады. Құрғақ жөтелге шалдығуыңыз мүмкін. Тыныс алу жолдары құрғайды. Егер маған күмән келтірсеңіз, бір алманы теплый полы бар бөлмеге, ал бір алманы теплый полы жоқ бөлмеге қойыңыз. Оны 24 сағат бақылаңыз. Қайсы алманың бойындағы суы тез жоғалады екен? Комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Жеміс жидек, көкөністер секілді біздің ағзамыз да сұйықтықтардан тұрады. Сұйықтығымызды бір қалыпты ұстау үшін түрлі сусындар, таза сулар ішіп жүруіміз қажет. Егер бөлмеде батарея орнатылған болса, ол бір қабырғада тұрғандықтан, одан шыққан ыстық ауа арқылы толқын болып келіп, суық ауамен араласып шөгеді. Бөлмеде суық ауа мен ыстық ауа араласып, ылғалдылық сақталады. Ылғалды ауа қай жерде болатынын білесіз бе? Ылғалды ауа бөлменің төменгі бөлігінде болады. Құрғақ ауа бөлменің жоғарысында болады. Батарея қосылып тұрған бөлменің төменгі температурасы 18 градус болса, орта жағындағы градусы 20 градус болады.
ал жоғары жағында 26 градус болады. Теплый полы бар бөлмеде ыстық еденде болғандықтан еш жерінде ылғалдылық жоқ. Арамызда өте көп аллергиялық аурулар көбейіп кетті. Бөлмедегі ауа шаңдары бөлменің төменгі бөлігінде тұнып тұрады. Егер теплый пол оны құрғатқандықтан шаң ауа жеңілдеп жоғарыға ұшады. Теплый полы бар бөлмеде құрғақ шаңды ауа болады. Теплый полы жоқ бөлмеде шаңды ауа ылғалданып бөлменің төменгі жағына шөгеді. Теплый полы бар бөлмедегі кілемі құрғайды. Сырттан носкиіңізбен ілесіп келген шаңды оған қосыңыз, сонда бөлмеде қаншама шаңдар ұшып жүрген болады. Олар жоғары көтеріледі. Сіз бен біз содан жұтып жүреміз. Осылай отбасы мүшелері көп ауыратын болады. Не үшін екендігін мектеп баласы да түсінеді. Тек влажный уборканы тез-тез жасап тұру керек дейтін шығарсыз. Жарайды, оның көмегі біршама пайызға бар дейік. Мысалы, киіміңізді жуып, батареяға жайып қойсаңыз, ол қандай дәрежеде кеуіп кетеді. 2-3 күн кеуіп тұрған киімді қағып көрсеңіз, одан киім қиқымдары, шаңдары шығады. Теплый полдың келесі зияны: бөлме ішінде жүргеніңізде табаныңыздан ыстық өтіп, денеңіз қызып тұрады. Сол ыстықпен қыс ауасында сыртқа шығып кетесіз. Бұрынғылардың сөзі бар: ешқашан қызып тұрған аяғыңды салқын суға салма деген. Ыстықтан бірден суыққа шыққанда сүйектің майда тоқымалары сынып кетеді. Сүйектің құрамы өзгеріп, мұрт сынуға, сүйек кемірілуіне әкеледі. Сәл ыстық суға кір жуып отырып, сонан соң қолыңызды бірден салқын суға салыңызшы, қандай әсер аласыз. Жаз күнімізде әжелеріміз жүгіріп келіп, салқын су ішпе деп үйретті ғой. Өзіміз білмей тұрып, қызып тұрған денемен суық ауаға шығып кетеміз. Соның нәтижесінде цистит, сүйек, буын ауруларына душар боламыз. Теплый полдың келесі зияны: теплый полды құрған кезде цементтері, шлангалары түрлі материалдардан құрылған. Осы түрлі материалдар қызу кезінде бізге білінбейтін газды, түрлі иісті, зиянды зат бөледі. Осы ауаны жұтқан кезде адамдардың қаны қоюланады, қаны азаяды, яғни анемия болады, тез шаршаңқылық басады. Құрылысшылар ешқашан зияны жоқ деп айтулары мүмкін, бірақ физика мен химияны жақсы түсінген адам затты қыздырған кезде басқа газ иісті шығаратынын біледі. Үйдегі теплый полды 70 градус көрсетіп тұрған болса, сіз 70 градуспен бір пластмассаны қыздырып көріңізші, қандай иіс шығып жатқанын байқаған боларсыз. Ал біз теплый пол құрып, сол пластмасс шығарған ауамен тыныс алып жүрміз. Теплый пол жүйке жүйемізге де әсер етеді. Ал енді нәтиже шығару сізден, мәлімет жеткізу менен болды. Ең үлкен байлық отбасыңыздың денсаулығының мықтылығы. Теплый пол туралы кеңестерімді тыңдадыңыздар. Енді қалай 5 минутта ұйықтауға болады? Сол туралы кеңесімді тыңдаңыздар. Қиналмай, тез ұйықтауды қалайсыз ба? Көп адамдар ұйқысыздықтан зардап шегеді, ол үшін таблетка ішеді. Мен бүгін сыналған әдістермен таныстырамын. Оны қолдансаңыз, ұйқыңыз сапалы болады. Бірінші әдіс: 3-2-1 әдісі. 3 дегені ұйықтардан 3 сағат алдын ауыр тағамдарды жеуді тоқтатыңыз. Осы 3 сағатта жеңіл тамақтарды жеуіңізге болады.
3 сағаттан алдын жеген тамақтарыңыз асқазаныңызда қорытылмай тұрған болады. Бұл асқазан ішек-ми жұмыстарын бұзады. Ауыр тамақпен қатар кофе және кофеині бар ішімдіктерді де ішпеңіз. Лажы болса 5 сағат алдын тоқтатыңыз. Себебі бір стакан кофе 4-5 сағат бойы әсер етіп тұрады. Бұл ұйқысыздыққа, ұйқының бұзылуына себеп болады. Ауыр тамаққа қуырылған, майлы, тұзды тамақтар жатады. 3-2-1 әдісінің 3 дегенімен таныстыңыздар. Енді 2 дегені ұйықтардан 2 сағат алдын ауыр ойларды, стрессті оқиғаларды ойлауды, үлкен жоспарларды жоспарлауды тоқтату керек. Түнгі 11 болмай тұрып ұйықтау өте пайдалы. Ағзаға қажет болатын түрлі зат алмасу процесі жақсы істеп тұрады. Гормондар жақсы бөлінеді. Түнгі 11 ұйықтау үшін одан 2 сағат алдын 9-да сізден күшіңізді алатын, ойыңызды бөлетін істерді тоқтатуыңыз керек. Енді 3-2-1 әдісінің 1 дегені өзіңізден әртүрлі гаджеттерді алыстатуыңыз қажет. Демек, сағат түнгі 10-нан бастап ешқандай телефонға, телевизорға қарамауыңыз керек. Осылардың экрандары, олардың ультрафиолет нұрлары, көк нұрлары, жарықтары ұйқы келтіретін гормондарға тосқауыл болады. Сол үшін экранға қарап жатқан адамның ұйқысы келмейді. 2-3-ке дейін жата береді. Демек, ұйықтардан 1 сағат алдын заманауи әртүрлі жарық тарқатушы гаджеттерден аулақ болуыңыз керек. Орнына журнал, газет, кітап пайдаланыңыз. Олар нұр жарық шығармайды. Келесі кеңес 4-7-8 әдісі. 4 дегені 4 секунд демалу, 7 секунд оны ұстап тұру, 8 секунд осы демді ауыз арқылы шығару. Осы әдісті төсекте отырып немесе жатып 3-5 рет қайталасаңыз, осы әдістен соң ұйқы гормоны мелатонин қалыпты жағдайда істеп шығарылады. Осы әдістен соң жарты сағаттан соң ағза босаңсиды. Төсекте жатқаныңызда тыныш жатып ағзаға құлақ түріңіз. Мелатонин гормонының істеп шығарылғанын байқауға болады. Ол соққы бергендей толқын болып шығады, ағзаны босаңсытады. Осыдан соң 5-10 минутта ұйықтап кетесіз. Келесі кеңес: ұйықтайтын бөлмеңіз қап-қараңғы болсын. Қараңғылықта ұйқы тез келеді. Ешқандай сәуле түсіп тұрмауы керек. Миды стресстен тазалау, өткен күн жөнінде жақсы ойлар ойлау стресс гормондарын азайтады және ұйқының сапасын жақсартады. Ұйықтардан алдын 3 жақсы нәрсені жазыңыз. Өткен күніңізде жасаған 3 жақсы амалыңызды жазыңыз. Қандай жетістікке жеттіңіз, қайсы ісіңізге риза болғаныңызды ойлаңыз. Балаларыңызға жасаған жақсылығыңызды ойлаңыз. Аллаға шүкіршілік етіңіз. Шүкіршілік етуден жақсы гормондар пайда болады. 3 минуттай жақсы нәрселерді ойлаңыз. Келесі кеңес 90 минут деп айтылады. Будильник қоярда 90 минуттық циклмен оянуды жоспарлаңыз. 90 минуттан жоспарлап 6 сағатқа толтырсаңыз, ұйқы қанып оянасыз. 6 сағатта 90 минуттан 4-еуі бар. Егер 6,5 немесе 7 сағат болып қалса, ұйқы шала болып, мазаңыз кетіп жүретін боласыз. Демек, ағза әр 90 минутта оянуға дайын болады. 90 минут әдісімен 6 сағатта, 7,5 сағатта, 9 сағатта ұйқы қанып оянатын боласыз. 6 сағатта 90 минут 4 рет қайталанады. 7,5 сағатта 90 минут 5 рет қайталанады. Егер 8 немесе 8,5 сағат ұйықтасаңыз, ұйқыңыз қанбай оянасыз. 9 сағат ұйықтасаңыз, онда 90 минут 6 рет қайталанған болады. Будильник қоярда 90 минуттық циклмен жоспарлап қоятын болсаңыз, ұйқыңыз сапалы болады. Осымен қалай тез ұйықтауға болады деген кеңесімді аяқтаймын. Енді
бір ай қант жемеген жағдайда ағзада қандай өзгерістер болады, соны тыңдап өтіңіздер. Адам бір ай бойы қант, варенье және басқа шекерлі, тәтті өнімдерді, шекерлі, тәтті сусындарды қолданбаса, ағзада қандай өзгерістер болады? Бірінші, 3 күндікте наркоман секілді шекерді аңсап қиналасыз. Ағзада 5 күндерде өзгеріс басталады. Шекерді аңсауды тоқтатасыз. Ағзада энергия, яғни қуат көбейеді. Жеңілдік сезінесіз. 7-ші күні тері астында қан айналым жақсарады, терідегі қызыл дақтар азая бастайды. 10-шы күні қандағы қант мөлшері азайып, инсулин нормаға түседі. Алдын сізде тез қарныңыз ашып тұратын болса, сол сезім жоғалады. Тоя тамақ жеуді тоқтатасыз. Ауыздан, денеден шығатын тер иісі жоғалады. Қантты 2 апта қолданбағанда қаныңыз сұйылады, себебі қолданған қант қанды қоюлатып жібереді. Шекер өзіне сұйықтықты сіңдіріп алады. Бұл дегені жасушалар, тіндер арасындағы сұйықтық азайып, қан қысымы жоғары болады деген сөз. Жүрек үнемі қан қысымын жоғары етіп, тез-тез соғып тұрады. 2 апта қант қолданбағанда қан қысымы қалыпты жағдайға түседі. Жүрек қиындықсыз соғып тұрады. Қан айналым жақсарады. Мұны аяқ-қолыңыздың жақсы қызып тұрғанынан білесіз. Алдын аяқ-қолыңыз нәски ішінде тұрса да тоңып жүретін еді, солай ма? Шекерді 20 күн қолданбай жүргенде беттегі қабақтағы ісіктер тартылады. Бүкіл ағзада артық сұйықтықтар зәр жолымен шығып кетеді. Ауыз құрғап, шай іше беретін әдетіңіз жоғалады. Себебі зат алмасу жақсарып, ағзадағы сұйықтық қалыпты жағдайға да болады. Тамақты 40%-ға аз жейтін боласыз. Қантты 1 ай бойы қолданбағанда ағзаға 1 килограммнан артық қант түспейтін болады. Аутоиммунды аурулар, псориаз, экзема, біреулерде асқазан, ішек, бауыр аутоиммунды аурулары бар. Қантты 1 ай қолданбағанда осы аурулар да 50-70%-ға жақсаратын болады. Гиперактивный мочевой пузырь ауруларында да жеңілдік сезіліп, кей жағдайларда осы аурудан айығып жатады. Бетте тонықтық пайда болады. Осы 1 айда 1 килограммдай денедегі май жоғалады. Үлкен дәрет қалыпты болады. Ұйқы жақсарады. Соңғы жылдарда қантты өнімдер сусындарға көп мөлшерде химикат араласып жатыр. Соның нәтижесінде адамдарда әртүрлі аурулар, артық салмақ, тері аурулары сияқты аурулар саны артты. Оған қосымша өмір сүру салттары жеңілдеп кетті. Мысалы, автоматты кір жуатын машина, пылесос, жұмысқа машинамен, автобуспен бару, қайту, лифтпен көтерілу сияқты. Алдыңғы жылдарға қарағанда соңғы жылдары аз қимыл орын алды. Бірақ біз аз қимылдадық, азырақ жейік деп жатқан адам көрген жоқпыз. Бұрынғы адамдар көп жегенмен соны ауыр жұмыстар істеу арқылы сіңіріп жіберетін. Қорытынды салауатты өмір салтын қолдану, таза тамақ жеп, таза ауада серуендеп, уақытылы ұйықтау, ұрыс жанжалдан алыс болу. Осымен аударманы аяқтаймын. Егер кеңестер, ақпараттар сіздерге пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып, содан соң все деген нүктесін басып қойыңыздар. Егер все деген нүктені қосып қоятын болсаңыздар, жаңадан шыққан видеоларым туралы сіздерге ескертпе барып тұратын болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қош келдіңіздер арнама. Өзге ұлт дәрігерлерінің сұхбаттарынан аударма ұсынамын. Бүгін бүкіл денедегі буындарды, әсіресе тізе буындарын, ішіндегі сұйықтығын, сүйектерді нығайтатын тамаша тұнбаларды айтып өтемін. 2 сүйектің бір-біріне жалғанған жері буын деп айтылады.
Буындар жақсы қозғалыста болуы үшін тізе үнемі қоректендіретін табиғи витамин, минералдарға мұқтаж. Сіз үлкен адамсыз, сүйектеріңіз бар, тағайларыңыз бар, біраз өмір сүргенсіз. Бірақ осы буындар қоректенуінің нашар болуынан, мысалы аз қозғалудан, жеткілікті жеп ішпеуден, жарақат алудан, міне осындай себептерден буындардың қан айналымы нашарлай береді. Үлкен кісілер жас күндеріндегідей барлық тамақты жей бермейді, таңдап жейді. Адам ағзасы да осы секілді. Қартая келе керекті витамин, минералдарды қажет етеді. Осы жерден аударманы үзе тұрып, сіздерден бір сөздің аудармасын сұрайын деп отырмын. Мен Москвада оқып келген, тыңдарманы көп, өзбек дәрігерінің видеосын қазақ тіліне аударып отырмын. Сол жерде өзбек халқының тағай деген сөзінің аудармасын таба алмадым. Егер білетіндеріңіз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Ал енді аударманы ары қарай жалғастыратын боламын. Бірінші амал – холодец пайдалану. Холодецтің құрамында желатин көп. Холодецтің құрамында адам ағзасы үшін пайдалы, керекті заттар көп. Кейбіреулер қайнаған соң витамины жоғалып кетеді деп есептейді екен. Олай емес. Сүйектер қайнаған кезде бойындағы витамин минералдары сорпаға шығады, сақталады. Молекулалар сол бойда сақталады. Күз-қыс кездерінде холодецті көбірек жесеңіз, буындарыңызды нығайтады, азықтандырады. Тізе ішіндегі сұйықтықты істеп шығаратын екі табиғи жолы бар. Біріншісі холодец, екіншісі велотренажер. Осы сұйықтықты толтыру үшін біреулер укол, дәрілер қабылдайды. Велотренажермен айналысып болғаннан соң жылы ванна қабылдап, сонан соң жылы оранып, жылы холодецті жесе, зат алмасу процесі жақсарады. Операциядан соң немесе жарақат алғанда міндетті түрде холодец беру керек. Келесі екінші амал – мал сүйектерінің ішіндегі майы. Осыны жиі-жиі пайдаланыңыздар. Жас балаларға да, үлкендерге де пайдалы. Әсіресе үлкен жастағыларға пайдалы. Айына 1-2 рет болса да сүйек майын жеңіздер. Малдың құйқалары, құйрық майы, сүйектері бәрі пайдалы. Ауырып жүрген буындарыңызды сүйек майларымен массаж жасап, 1 сағаттай жылы орап қоюға болады. Осылай 7 күн кешке жасасаңыз, тері тесіктері арқылы буындарыңызға сіңеді. Келесі үшінші амал – мал сирақтарын ұзақ қайнатып, сіңірлерін пайдаланыңыздар. Күз, қыс, көктемде, яғни салқын кездерде қариясы бар үйлер осы мал сирақтарын пайдаланулары керек. Сіңірлерді ұсақтап турап, үстіне көк шөптерді сеуіп, көк шайға мята немесе лимон қосып пайдалансаңыз, давление, яғни қан қысымы көтерілмейді. Міне осы сіңірлер бүкіл денедегі сүйектерді, буындарды тығыз етеді. Мұрт сынудан сақтайды. Енді келесі 4-ші амал. Балықтың жұмсақ сүйектерін майда шайнап жеу керек. Және 1-ші амал – балықты ұзақ қайнатып, еттерін жегеннен соң, бас құйрық жағында жұмсақ сүйектері бар. Соларды жұмсақ сүйектерін құрғатып, кофе ұнтақтайтын аппаратқа салып талқандап алыңыз. Осы ұнтақтың 1 ас қасығына 2 жұмыртқаны араластырып, майсыз табада қуырып алыңыз. Осы амалды 7 күн қолдансаңыз, сүйектеріңіз мықты болады. 6 ай бойы сүйегіңізді түрлі аурулардан, сүйек кемірілуінен қорғап тұрады. Осы ұнтақтан балық миына араластырып 10 күн пайдалансаңыз, сіңір сүйектерімізді 1 жылдық бойы жететін тығыз тоқ етіп аласыз. Ибн Сина бабамыздың медициналық білімі болған, медреседе оқыған, жоғары білімді болған. Сол кісінің және бір рецепті
көбі арқылы жасалған сары май қолдану, тек химиялық қоспа араласпағаны болуы керек. Таза сары майды пайдаланғанда сүйек тығыз болады, ешқандай сүйек кемірілуі болмайды. Остеохондроз, остеопороз, кез келген буын ауруларынан емделуге ағзаға қуат береді. Әр күні кешке бір ас қасық сары майды аш қарынға бір ай бойы пайдалансаңыз, сонда өте жақсы нәтижеге жетесіз. Осыған қосымша ауырып жүрген буындарыңызға жылы сары маймен массаж етіп сылап, сонан соң 20 минуттай орап қойыңыз. Осылай сыртқы организмнен және ішкі организмнен буындарға жететін болады. Осы жерден аударманы аяқтаймын. Егер ақпараттар пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіңіздер. Егер қоңыраушаны басып, сонан соң все деген нүктесін басып қоятын болсаңыздар, жаңадан шыққан видеоларым туралы сіздерге ескертпе барып тұратын болады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, ем болсын. Қош келдіңіздер арнама. Өзге ұлт дәрігерлерінің сұхбаттарынан аударма ұсынамын. Мен бүгін сіздерге Ибн-Сина бабамыздың артроз, артрит, остеопороз, остеохондроз, коксартроз сияқты осы ауруларды емдеу үшін жазып қалдырған рецепттермен және өз тәжірибемнен алынған рецепттермен таныстыратын боламын. Бұл аурулар әсіресе 40 жастан асқан адамдарда көп кездеседі. Бұл аурудың белгілері: екі сүйектің арасындағы шеміршектердің мүжілуі, екі сүйектің бір-біріне қажалуы, сүйектердің құрамының өзгеріске ұшырауы, морт сынуы, екі сүйектің арасындағы буында екі сүйек бір-біріне тиіп, қажалып қалмауы үшін сұйықтық болады. Ол сұйықтықты медицина тілінде синовиал сұйықтығы деп атайды. Осы сұйықтық азайғанда ауру пайда болады. Мысалы, аяқ іседі. Жүрген кезде ауырады, отырсаңыз тұра алмайсыз, тұрсаңыз отыра алмайсыз. Бұл жағдайда укол, дәрі-дәрмек алуыңыз керек болады. Немесе табиғи тұнбалардан пайдалануыңыз керек. Осы тұнбалар зақымдалған үлкен буындар арасындағы сүйек, тағай, буын, жасушалар жаңадан түзілуі үшін, сүйек құрамы нығыздалуы үшін пайдалы, және буын арасындағы сұйықтықтың пайда болуына жәрдем береді. Қан айналымды жақсартады. Қабынуға қарсы күресте жәрдем береді. Фосфор және Д витаминдерінің зат алмасуы үшін пайдалы. Бұл тұнбаны таз сүйегі мен сан сүйегі біріккен жерлерге, тізе буындарына, қолдағы буындарға қолдансаңыз болады. Ашық жарақаты бар жерлерге қолданбайсыз. Басқа барлық буыны бар жерлерге қолдансаңыз болады. Бірінші амал: жатардан алдын лимонды жылытып, жұқалап кесіп, ауырған буынға қойып, үстінен салафан жауып қоясыз. Салафанның 1-2 жерін тесіңіз, өйткені сол жерден ауа кіріп тұруы қажет. Үстінен матамен орайсыз. Таңертең шешіп аласыз. Лимонда С витамині және бірнеше витаминдер бар. Осы тұнба тері арқылы осы жердің кислород алмасуын күшейтеді. Тері жасушаларының тесіктерін ашып, ауамен дем алуын қамтамасыз етеді. Витамин С осы жердің қан тамырларын кеңейтіп, жұмсақтығын жақсартады. Соның нәтижесінде қабынуға қарсы ем жүреді. Осы тұнбаны 2 күн қойыңыз. 3-ші күні сіздерге СССР дәуірінен белгілі қарапайым бальзам звезданы, яғни жұлдыз бальзамын жұқалап, массаж
жасай отырып жағасыз. Енді үстінен салафан орап қоясыз. Оны тесудің қажеті жоқ. Үстінен мата орап жылы ұстайсыз. 2 сағаттан соң салафанды алып, дәріні сүртіп тастамай, тек матаны орап қоясыз. Осымен 3 күндік ем бітеді. Бір аптада бір рет жасалады. Сонда бір айда 4 рет осылай қайталайсыз. Қалған бос күндерінде де жасайтын ем бар. Жазып алыңыздар. 3 күндік ем біткеннен соң кешкі уақытта буын ауыратын жерлеріңізге артрит, артроз немесе осындай буын аурулары мазалайтын жерлеріңізге малдың мына емді қолданасыз. Малдың сирағын 1,5 сағат қайнатып алыңыз. Соның жұмсақ жерлерін, яғни жұмсаған сіңірлерін бір пиалаға салып алыңыз. Холодеске ұқсап тұрады. Сорпасын емес, сіңірлерін аласыз. Осыған 1-2 шай қасық жұмыртқаның қабығының талқанын саласыз. Жұмыртқаның қабығының талқанын қалай жасау керектігін келесі видеоларымда көрсетіп беремін. Енді осы 1-2 шай қасық жұмыртқаның қабығының талқанына 1-2 ас қасық пісірілмеген мал сүтін қосасыз. Үшеуін жақсылап араластырып, 1 ас қасығын аш қарынға жеңіз. Тұнбаның қалған бөлігін ауырып жүрген буыныңызға, сүйегі мүжіліп жатқан жеріңізге жағыңыз. Жағудан алдын сол жерді массаж жасатсаңыз, уқалатсаңыз, пайдасы көбірек болмақ. Демек, 10-15 минут сол жерді қыздыру керек. Сонан соң жылы тұнбаны қалыңдау етіп жағыңыз. Үстінен салафан байлап қойыңыз. Сыртқа шығып кетпес үшін скотч жапсыруға болады. Үстінен мата орайсыз. Арадан 2-3 сағат өткеннен соң тұнбаны алып, орнын сүртпей, ультра күлгін лампаны 30-40 минут қыздырып қойыңыз. Бұл витамин D-ның синтез болуына, тұнбаның сіңуіне пайдалы. Тездеп сіңуіне пайдалы. Ультра күлгін лампасы арзан, медтехника дүкенінен табуға болады. Денеңізді күйдіріп алмайтындай арақашықтыққа қоясыз. Бұл физиотерапия болады. Лампамен қыздыру қолданған витамин минералдардың тезірек сіңуіне, буындар арасындағы зат алмасудан пайда болған шығындылардың тез шығып кетуіне, қанға өтуіне, қан арқылы бауырға өтіп, одан өт сұйықтығы арқылы бүйрекке өтіп, ары қарай сүзіліп, кіші дәретке өтіп, сыртқа шығып кетуіне пайдалы. Лампамен қыздырғанда лимфа ағымын, қан айналымын жақсартады. Осы айтылған емді де аптасына 1 рет, сонда 1 айда 4 рет жасайсыз. Бұл алдыңғы ем аптаның 3 күнінде жасалатын болса, бұл ем сол күндерден басқа күндерде жасалады. Бұл ем қауіпсіз, аз шығынмен және табиғи. Міне, аптаның 4 күнінде осы емдермен өтсе, енді 5-ші күні 1 ас қасық бадам майын пиалаға салыңыз. 1 шай қасық жылы бал, 1 шай қасық горчичник ұнтағын салыңыз. Үшеуін жақсылап араластырыңыз. Бадам майының орнына оливковая майын пайдалануға болады. Сонан соң ауырған жеріңізге жағасыз. Мысалы, 2 жеріңізге жағатын болсаңыз, жаңағы заттарды 2 есеге көбейтіп дайындайсыз. Осы дайын тұнбаны жоқалап, жаймен массаж жасай отырып жағасыз. Енді үстіне салафан, сонан соң матаны орап қойыңыз. 1-1,5 сағаттай уақыт орап қойыңыз. Және осы уақытта жылы оранып жату керек. 1-1,5 сағаттан соң тұнбаның орнын жылы сумен жуып, кептіріп, ультракүлгін лампамен 20-30 минуттай қыздырасыз. Осы амалдар ауырған жеріңіздің қабынуын басады. Буындарыңызды нығыз қылып, жасушалар пайда болуы үшін физиотерапия болады. Қалған 2 күнде боссыз. Бұл күндері
Тұнба жақпайсыз, тек жылы киініп жүресіз. Велотренажерда шұғылданыңыз. Егер белден төменгі буындар болса, велотренажермен, ал белден жоғары жақтағы буындар болса, массаж жасатыңыз, немесе массажерменен өзіңіз массаж жасаңыз. Демек, 2 күнде буындарды қозғалысқа түсіретін жаттығуларды жасайсыз. Жоғарыда айтқан амалдарды мүмкіндік болса, 1 айдан соң тастап қоймай, 2-3 қайталаңыз. Емделіп жүрген кезіңізде сонан соң да теміріп кетпеңіз. Жығылып қалмаңыз, жұқа киінбеңіз. Ары қарай да дене жаттығуларын жасап жүріңіз. Бізден мәслихат, сізден харекет. Алладан берекет болсын. Қош келдіңіздер арнама. Өзге ұлт дәрігерлерінің сұхбаттарынан аударма ұсынамын. Жұмыртқа қабығынан дұрыс кальций дайындау. Маған көп келетін сұрақтардың бірі, қайсы фирманың немесе компанияның кальцийлары пайдалы немесе зиянды деген сұрақтар мазалайды. Мен оларға медицинада ондай баттардың жоқ екенін айтамын. Олар онда балалар үшін немесе үлкендер үшін қандай кальцийді ұсынасыз деп сұрап жатады. Жанұялық дәрігерлер сүт, айран, сүзбе деп кеңес береді. Ол өнімдерде табиғи кальций бар, бірақ аз мөлшерде. Бір аурудыңдан емделу үшін ол кальций аздық етеді. Кальцийдің адам ағзасы үшін маңызы зор. Мысалы, бұлшық еттерден бастап жүрек қан тамыр жүйесі, қан тамыр қабырғалары, жүректің соғуы, сүйектердің нығыз болуы, міне осының бәріне кальций керек. Кальцийді бір-біріне біріктіру үшін витаминдер, минералдар, микроэлементтер керек. Мен бүгін сіздерге ең таза, табиғи, организмге жақсы сіңетін, тез әсер ететін табиғи кальцийді дайындау тәсілін көрсетемін. Кальцийлар 2 түрлі болады. Дәріханаларда тұрған капсулаға оралған түрі, бұл капсулаға оралды ма, демек бірнеше химиялық жолдардан өтті деген сөз. Дұрысын айтқанда, олар синтетик кальцийлар деп айтылады. Оларға рең беруші, дәм беруші, біріктіруші осы жолдардан өтеді. Фирма кальцийларын сату – ол бизнес. Остеохондроз, остеопороз ауруларының салдарынан адамдар сүйектері мүжіліп жүре алмай қалады. Балаларымыздың сүйегі қатпаған кезінде, нығыз болмаған кезінде, иммунитет төмен болғанда, қарияларымыздың сүйек буын ауруларымен қиналған кездерінде, немесе жарақат алғаннан соң тезірек сауығу үшін мен бүгін айтатын таза кальцийді пайдалансаңыздар болады. Химиялық дәрілерге қарағанда нәтижелі болады. Омыртқалар арасының мүжілуі кезінде, жалпы айтқанда сүйек буын жүйелерінің мүжілуі кезінде басқа емдерге қосымша ретінде қолдансаңыздар болады. Сонда емдеріңіз нәтижелі болмақ. Балаларға да үлкендерге де беруге болады. Тек дозасын дене салмағына қарай дәрігер тағайындап беруі керек. Мен бүгін орташа салмақтағы, яғни 60-80 кг салмақтағы адамдар үшін дозасын айтатын боламын. Құрамында табиғи кальцийді сақтаған табиғи зат тауықтың жұмыртқасының қабығы. Енді осы бойда пайдалана беруге болмайды. Таза кальций алу үшін бірнеше жолмен тазалап аламыз. Жұмыртқаны ыдысқа салып, үстінен перекис водородтан бірнеше тамшы құямыз. Ол инфекцияны өлтіру үшін қажет. Оның үстіне енді жарты шай қасық ас тұзын, жарты шай қасық ас содасын саламыз. Екеуі де инфекцияға қарсы қасиетке ие. Осы әдіспен жұмыртқаны көзге көрінбейтін микроб, бактериялардан
тазалаймыз, әрі қабығы жұмсарады. Енді 1-2 қасық лимон согын қосамыз. Сонан соң жұмыртқаны жабатындай етіп су құйып 2 сағатқа қойып қоямыз. Лимон жемісінде табиғи лимон қышқылы бар және витамин С бар. Ол жұмыртқаның қабығын жұмсартып, ағзаға сіңуін тездетеді. 2 сағаттан соң судан алып, таза сумен шаямыз. Сонан соң ішіндегі ақ пен сарысын бөлек ыдысқа салып қоямыз. Бұл табиғи кальций сүйек жасушаларын қоректендіреді. Енді осы жұмыртқаның қабығының үстіне микроэлементтер саламыз. Олар табиғи кальций ағзаға сіңгеннен соң ары қарай сүйектерге сіңуі үшін микроэлементтер, витаминдер қосамыз. Ол үшін жер және ағаш жаңғақтарынан 3-4-еуін қосамыз. Ашығырақ айтатын болсам, кофе майдалағышқа 2 жұмыртқаның қабығын салдым. Жер жаңғақтан 3-4 түйіршігін, грек жаңғағынан 1-2 данасын салдым. Енді үстінен табиғи 50 мг піскен сүт құямын. Кофе майдалағышпен жақсылап араластырып алдым. Дайын болғанда 4 ересек адамға жететін доза шықты. Дайын болған тұнбаны сүзгіден өткеріп алдым. Алынған сұйық тұнба 4 ересек адамға немесе 5 жасқа дейінгі 8 жас балаларға беретін доза шықты. Міне табиғи органик кальцийге бай сүт алдық. Көзге нұр береді. Сүйектерді, тістерді мықты етеді. Енді сүзгіден өтпей қалған бөлегін қаймаққа немесе айранға араластырып қойсаңыз, 3 сағаттан соң жаңағы қатты болып тұрған масса жұмсарады. Үлкен кісілер тоқ қарынға үлкен қасықпен, ал 6 айдан үлкен балалар жарты немесе 1 шай қасықпен айранға, йогуртқа қосып жеулеріне болады. Органик кальций организмге ешқандай зияны жоқ. Тек дозасына мұқият болсаңыз болды. Артық қолданбасаңыз болды. Кейбіреулер өтте, бауырда, бүйректе тас пайда болдырады деп айтуы мүмкін. Бұл қате шешім. Өт, бауыр, бүйректегі тастар органикалық емес элементтерден пайда болады. Оларды организм қорыта алмағандықтан кристалдар бір-біріне бірігіп тас пайда болады. Міне айтқан рецепт таза органик. Күмәнға орын жоқ. 7 жастан 70 жастағыларға дейін қабылдауына болады. Әртүрлі аурулардың алдын алуға, мысалы, аллергия ауруының алдын алу үшін немесе астма ауруының алдын алу үшін қабылдауға болады. Қан тамыр қабырғаларын қуаттандырады, жүректі қуаттандырады. Қарап тұрсаңыздар, пайда болған тұнбаның сұйық түрінде, қою түрінде емге қолданып жібереміз. Осымен аударманы аяқтаймын. Ақпараттар пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды айта отырыңыздар. Өздеріңіз қандай халық емдерін білесіздер, солар туралы жаза отырыңыздар. Көпшілікке пайдамыз тисін. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Дәрігерлеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыздар. Хош келдіңіздер арнама. Өзге ұлт дәрігерлерінің сұхбаттарынан аударма ұсынамын. Әр күні 1 дана жұмыртқа жеп жүретін болсаңыз, ағзаңызда қандай өзгерістер болады, білесіз бе? Мысалы, 1 ай бойы 1 дана қайнатылған жұмыртқа жеп жүрсеңіз не өзгереді? Жұмыртқаның үлкен адамдар үшін де, жас балалар үшін де, ағза үшін пайдалы екені ғылыми дәлелденген. Жұмыртқаның бірінші пайдасы ұлғаю үстіндегі балалар үшін. Балаларға 1 жастан бастап аз-аздан күнделікті қайнатылған 1 дана жұмыртқа жегізіп жүрсеңіз,
Қыз балалардың маткасы, ал ұл балалардың жыныс ағзалары және жұмыртқалары жақсы жетіледі. Себебі балалардың клеткалары өсіп ұлғаю үшін ең керекті ақуыздар мен витаминдер қайнатылған жұмыртқаның құрамында мол. Сол үшін балаларға, әсіресе мектеп жасындағы жасөспірім балаларға күнделікті қайнатылған бір дана жұмыртқа беретін болсаңыз, бүкіл ағзасы, жыныс ағзалары толық жетіледі, өз уақытында аурудың алдын алғанмен тең. Мысалы, қыз балаларда детский матка деген ауру бар. Ол матканың жетілмей қалуы. Міне осы секілді аурулардың 50% алдын алған боласыз. Ол балаларда ұрығының 0% болып қалу қаупінің алдын алған боласыз. Ал енді келесі пайдасы, орта жастағы кісілер күнделікті бір дана қайнатылған жұмыртқадан жеп жүретін болса, ер кісілер болса да, әйел кісілер болса да, жыныстық ағзалары қуатты болады. Үйленген жастардың жыныстық ағзалары қуатты болады, ұрықтарының сапасы жақсарады және қалыпты жағдайда сақталуына жұмыртқаның ақ уызы мен витаминдері көмек береді. Адам ағзасына табиғи түрдегі жұмыртқаның ақуызы мен өсімдік ақуыздары өте қажет ақ. Қайнатылған жұмыртқада ақуыз мол. Жас ұлғайған сайын бір дана қайнатылған жұмыртқа жеп жүрген адамдардың денесіндегі бұлшық ет атрофиясы барысы баяулайды. Қартайған сайын бұлшық еттеріміз кішірейе береді. Бұлшық еттеріміз кішірейген сайын өміріміз қысқаруы мүмкін. Біз өмір бойы өміріміздің соңына дейін бұлшық еттерімізді бүкіл денемізді жаймен сорып жасаймыз. Бұл 30 жасымыздан басталады. Міне сол 30 жастан асқан адамдар әр күні бір дана қайнатылған жұмыртқадан жеп жүрсе, бұлшық ет массасының табиғи түрде азаймауына жәрдем береді. Бұлшық ет атрофиясы деген бұл бұлшық ет массасының жоғалуы. Демек, қайнатылған жұмыртқаның ақуызы бұлшық етті толықтырып тұрады. Жұмыртқаның құрамындағы ақуыз және витаминдер біздің денеміздегі бұлшық еттерді алып отыруымызға қажеттілік қалдырмайды. Олардың орнына пайдаға асады. Келесі пайдасы, әр күні қайнатылған бір дана жұмыртқа жеп жүрудің адамның бүкіл ағзасында зат алмасу процесіне қажетті витаминдер ретінде көмегі бар. Миы белсенді жұмыс істеп тұрады. Асқазан ұзақ уақыт тоқ болады. Тәттілерге қажеттілік болмайды. Және жұмыртқа ақуызы жүйке жүйесінің импульсі мен көру жұмысында қолданылады. Демек, көз нұрының азаюының алдын алады. Ал оның В группасындағы витаминдері, хомин, витаминдер А, В, Д витаминдері жүйке жүйемізді қоректендіріп тұрады. Дәлелденген мәлімет бойынша қайнатылған жұмыртқаның құрамында лютеин және зеаксантин деген витаминдері бар. Осы қасиеті көзіміздің қартаюын бәсеңдетеді және көз нұрымызды сақтайды. Қайнатылған жұмыртқаның келесі пайдасы, жүрек қан тамыр жүйесіне өте пайдалы. Қайнатылған жұмыртқа құрамындағы жақсы қасиеті бар холестерин ағзада жаман холестериннің көбейіп кетуіне жол бермейді және осы майлар да керекті жерлерге жұмсалады. Енді осы қайнатылған жұмыртқаның құрамында омега да бар. Омега қышқылдары бүкіл ағзамызды, әсіресе миымызды қорғайды. Сүйектеріміз мықты болады. Себебі сүйектерді нығыз етеді. Сүйектерді мықты етіп тұратын тек кальций ғана емес. Сүйектерді сүйек ретінде ұстап тұру мықты болуы үшін
тек кальций жеткіліксіз. Ол үшін өте көп минералдар мен ақуыз қажет. Бүкіл сүйек кеміктері әр күні жаңаланып тұрады. Әр күні сүйектеріміз жаңа клеткалар шығарып тұрады. Осы сүйектеріміз мықты болуы үшін, әсіресе жасы 40-тан асқандар остеохондроз, остеопороз деген аурудан өздеріңізді сақтау үшін күнделікті қайнатылған бір дана жұмыртқа жеп жүріңіздер. Жұмыртқаның осынша пайдасын біле тұрып, давлением көтеріліп кетпей ме деген күмәніңіз болса, онда таңертең көк шай ішіп, сонан соң бір дана жұмыртқаны аз-аздан жесеңіз болады. Мысалы, жарты сағаттан соң жарты бөлегін және жарты сағаттан соң жарты бөлегін жесеңіз болады. Осылай ағзаңызды үйретіңіз. Жұмыртқа жүрек қан тамыры жүйесінің ауруларынан сізді сақтап тұрады. Келесі пайдасы: тістеріміздің құрамын жақсартады. Оған кальций мен витаминді керек. Сүйектерімізге керек витаминдінің табиғи түрі жұмыртқаның сарысында бар. Витаминдінің табиғи 2 түрі бар. Біріншісі күннің нұрының әсерінен пайда болады. Екіншісі жеген тағаммен ағзаға енеді. Жеген тағамдарымызбен витаминдіні сақтаған 2 зат бар. Соның бірі қайнатылған жұмыртқа. Қайнатылған жұмыртқаның бір данасын жеген адамның жарты сағат ішінде көңіл күйі жақсарады. Себебі жұмыртқаның құрамындағы В группасының витаминдері жүйке жүйесіне әсер етеді. Келесі орында қайнатылған жұмыртқаның бір данасын күнделікті жеп жүрген адамдардың бір айда қанының құрамы жаңаланып бастайды. Анемиядан, гемоглобин азаюынан сақтайды. Гемоглобиннің 96% глобин ақуызынан, 4% құрамында темір бар гемадан тұрады. Тек темірді пайдалансақ пайдасыз. Қанымыздың құрамы жақсы болуы үшін витамин В12 керек және ақуыз да керек. Осы 2 ғажайып витамины бар табиғи өнім тауықтың жұмыртқасы. Ол жеңіл қорытылады. Сүйектің құрамы кемігі нығыз болуы үшін қайнатылған жұмыртқаның әсері мол. Оның құрамындағы В12 цианокобаламины бар. Қан жасушаларын сүйек кеміктері істеп шығарады. Демек, сүйек мықты болуы үшін, сүйек кеміктерінен жасалған қан сапалы болуы үшін В12 және ақуыз керек. Ол қайнатылған жұмыртқада бар. Келесі орында бүкіл ағзаға минералдар өз уақытымен, витаминдер өз уақытымен келіп тұрса, және күнделікті қайнатылған бір дана жұмыртқа жеп жүретін болсаңыз, теріңіздің көрінісі жақсарады, құрғамайды, жұмсарады, шаштың, тырнақтың құрамы жақсарады, иммунитет қуаттанады. Балаларының иммунитетін көтеру үшін не берсем болады деп түрлі баттарды, түрлі витаминдерді, түрлі сироптарды іздеп жүрген ата-аналарға айтыңыздар. Балаларына күнделікті қайнатылған бір дана жұмыртқа берсін. 2 айдан соң балаларының иммунитетінің көтерілгенін, күш қуатының асқанын байқайтын болады. Маған рахмет айтатын боласыздар. Тауық жұмыртқасында 56-58% ақуыз бар. Аударманы осы жерден аяқтаймын. Аударманы аудара отырып, жұмыртқаның осыншалықты пайдалы екенін ұғындым. Енді келіндеріме, немерелеріме қайнатылған жұмыртқаның пайдасы туралы түсіндіретін боламын.
Құрметті оқырман, аударма кеңестерім пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды білдіре отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Егер менің басқа видеоларымды да тыңдағыларыңыз келсе, сары гүлді, ақ көбелекті, значокты бассаңыз, менің арнама түсетін боласыз. Менің басқа да пайдалы кеңестерімді тыңдай отырыңыздар.